Қайырлы күн қыздар, баршаңызға қуанышым ішіме сыймай сіздермен бөлісуді жөн көріп тұрмын. Қазір маған жолдасым күшті етіп осындай вафельница сыйлады. Ол 6 в одном, ішінде барлық насадкалары бар, өте күшті, качествосы да керемет. Соны көп ұзатпай мен вафли дайындайын деп шештім. Бүгін біз орешки дайындайтын боламыз. Бізге 200 грамм май қажет болады, 2 жұмыртқа, жарты стакан қант қосамыз, және де оған шым-шым тұз қосамыз. Осылайынан барлығын жақсылап тұрып араластырып, бізге ваниль қажет болады, және де оны бір қасық немесе өзіңізде бар ванильді қосасыз. Келесі бізде уксуспен соданы араластырып, соны жақсылап тұрып газдетеміз. Сосын барып қамырға қосып, жақсылап тұрып іртігі болмайтындай етіп араластырамыз. Оған 3 стақандай ұн қажет болады бізге. Қою етіп қамырды илейтін боламыз. Қолға қамыр жабысып тұратындай болу қажет. Мінекей өздеріңіз көріп отырғандай қамыр қолға жабысатын болу қажет, және де оны қасықпен өстіп орешницаға әрқайсысына мөлшерімен салып өтесіздер. Осындай тамаша болып шықты. Арасына қойытылған, қайнатылған сгущенка саласыздар, дәмді болады. Енді керемет жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Жанка.